Сәлем достар, аздаған күндерден кейін барлық мектептерде алғашқы қоңырау болып, балалар парталарына отырып математика, физика, химия, әдебиет пәндерін оқуға кіріседі. Ал басқа елдерде бұлардан басқа ерекше пәндер жүргізеді. Біз бүгін сонда ерекше 5 пән туралы айтатын боламыз. Жапонияның кейбір мектептерінде табиғатты тамашалау деп аталатын өте ерекше пән жүргізіледі. Оның мақсаты мектеп оқушыларына әлемнің компьютерлендірілуіне байланысты заманауи балалардың назарынан тыс қалған табиғаттың сұлулығын бағалауға үйрету. Сабақ барысында балалар флора мен фаунаның даму ерекшеліктерін зерттейді. Бұл үшін мұғалімдер оларға баға береді, ал жылдың аяғында оқушылар емтихан тапсырады. Бұл ерекше пәнді Германияның барлық мектептеріне кіргізген жоқ. Бірақ Гейдельберг қаласындағы білім беру мекемелерінің бірінде жүргізіледі. Ол пәнді мектеп директорының өзі өткізеді. Оқушылардың басты міндеті өзіңмен үйлесімді өмір сүруді үйрену, жүрегіңді тыңдау және тек бақытты болу. Бұл пән бойынша емтихандар жоқ. Бірақ әрбір оқушы жыл соңына дейін өз жобасын жүзеге асыру керек. Жақсы бейнеролик түсіру немесе қайырымдылықпен айналысу қажет. Башқұртстанның көптеген мектептерінде өз омарталары бар. Омарташылық сабағын жүргізген кезде жәндіктерге дұрыс қамқорлық жасау, бал жинау және тағы басқаларын үйретеді. Башқұртстан Республикасы бал өндіру бойынша әлемдегі ең үздіктердің бірі болып саналады. Және бұл құрметті атағын жоғалтпау үшін кейбір оқу орындарында осындай ерекше пән енгізген. Барлық американдық мектептерде ғылыми өнертабыс деп аталатын ерекше пән енгізілген. Оның мақсаты жас ғалымдардың әлеуетін ашу. Теориялық курстан кейін барлық оқушыларға бір тапсырма беріледі. Жаңа нәрсе ойлап табу. Оқушыларға 1 жыл бойы уақыт беріледі. Курс аяқталғаннан кейін оқушылар өздерінің өнертабыстарын бүкіл сыныпқа таныстырады. Жобаның өзектілігін талқылайды және бағалау жасайды. Израильдегі кейбір мектептерде кейбір қауіпсіздік деп аталатын ерекше пән пайда болды. Бұл сабақтың енгізілуінің себебі ата-аналардың ғана емес, дәрігерлердің де септігі тиді. Себебі балаларының үлкен кейбір тәуелділігі. Сабақта, практикада және теорияда оқушыларға әлеуметтік желілерде қалай әрекет ету керектігі, әртүрлі пікірлерге қалай әрекет етіп, жауап беруге үйреті. Сондай-ақ пәннің көптеген тақырыбы компьютерлік ойындарға тәуелділікпен және онымен қалай күресуге арналған.